Қайырлы күн оқушылар, химия 9-шы сынып адам ағзасындағы химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының бірінші нұсқасын талдаймыз. Екінші нұсқасы каналда тұр, немесе сілтемесі жоғарыда көрсетілген және комментарий бөлімінен сілтеме арқылы өтсеңіз де болады. Оқу мақсаттары көрсетілген. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: элементтерді ағзадағы сандық құрамына байланысты макро және микро элементтерге жіктеңіз. Енді берілген элементтердің ішінде натрий, магний, көміртек, сутек, азот, оттек макроэлементтерге, кобальт, бром, иод, стронций микроэлементтерге жатады. Келесі тапсырма: 9-шы сынып оқушысы медициналық тексеруден өту кезінде оның ағзасында темір, фосфор, магний және иод сияқты элементтердің жетіспеуі анықталды. Ағзадағы элементтердің орнын толтыру үшін сіздің құрдастарыңызға тамақтану рационын ұсыныңыз. Темір иондарының жетіспеушілігін алдын алу үшін темірге бай алма, ет, жұмыртқа, саңырауқұлақ тағамдарын жесе болады. Фосфорға бай тағамдар олар грек жаңғағы, арпа, бидай, жүгері, сүт өнімдері, теңіз балығы. Магнийға бай тағамдар жасыл түсті өсімдік тағамдары, бұршақтар, жаңғақтар және иодқа бай тағамдар ретінде теңіз өсімдіктері, балдырларды жатқызсақ болады. Ағзадағы магний мен иодтың жетіспеушілігі қандай аурулар туғызатынын болжаңыз. Магнийдің жетіспеушілігі жүректің ишемиялық ауруы, атеросклероз, миокард инфарктісі ауруларын туғызса, иодтың жетіспеуі гипертариоз, зоб ауруларын, яғни қалқанша безінің жұмысының баяулауы, дұрыс болмауы ауруларын туғызады. Келесі тапсырма: өткен ғасырдың 50-ші жылдары Жапонияда Минамата кентінің маңында сірке қышқылын өндіру зауыты салынған дейді. Оның қалдықтары 30 жыл бойы мұхитқа төгіліп отырған. Жүздеген жылдар бойы Минамата кентінің балықшылары балық, аш-шаяндар, теңіз алабұғаларын аулаумен айналысты және теңіз өнімдері олар үшін негізгі тағам көзі болды. Біраз уақыт өткеннен кейін кент тұрғындарында аяқ-қол тырысулары, психоз, қояншық аурулары, психика мен интеллекттің бұзылуы сияқты аурулардың белгілері біліне бастаған екен. Осы зерттеу нәтижесінде тұрғындардың ауыр металдармен уланғаны анықталды дейді. Осы уланудың туғызатын металды анықтаңыз дейді. Мына жерде көрсетілген аурулардың белгілері бойынша улануды туғызатын ауыр металды анықтаймыз. Ол сынап металы. Бұл металдың адам мен жануар ағзасына қандай жолмен түсетінін сипаттаңыз дейді. Бұл жерде енді осы оқиғаға байланысты алатын болсақ, теңіз өнімдерін балықтар мен аш-шаяндарды тұтыну арқылы асқазан ішек жолдары арқылы адамның ағзасына түскен екен. Ауыр металдармен уланудың алдын алу әдісі ол қалдықсыз аз қалдықты технологияларды құру, кәдеге аспайтын қалдықтарды пайдаға жарату, қоршаған ортаның сапасын бақылауды ұйымдастыру сияқты шаралар болып табылады. Келесі тапсырма: берілген элементтердің функциясы мен олардың жетіспеушілігі кезінде болатын жағдайлармен сәйкестендіріңіз дейді. Бұл жерде бірінші берілген кальций элементі, кальцийдің біз жасушаларды құрастыратын, зат алмасу процесіне қатысатын, гормондарды қалыптастыратын, мидың қызметіне әсер ететінін, ол жетіспеген кезде созылмалы шаршау, бұлшықет спазмалары, назарын жоғалту, рахит, остеопороз сияқты аурулар болатынын білеміз. Екінші фосфор элементі, макроэлементі. Ол фосфор жетіспеген, жалпы фосфор сүйек пен тістерді нығайтып, бұлшықетке серпімді қасиет береді. Оның жетіспеушілігі бұлшықеттерге ауырсыну, еттің тартылуы, тырнақтардың мүжілуі сияқты белгілерді береді. Және үшінші берілген ол темір элементі, микроэлементі. Темір негізі қан түзілу, клеткашылық алмасу процестеріне қатысып, гемоглобин мен миоглобинді қалыптастыру үшін қажет. Организмде оттек тасымалдайды. Бұл жетіспеген кезде анемия ауруына ұшыраймыз. Және соңғы хлор микроэлементі, бұл су алмасуға қатысып, асқазандағы тұз қышқылын шығарып реттеп отырады. Хлор элемент жетіспеген кезде гастрит, қышқылдың төмендеуі сияқты белгілер пайда болады. Мінекей осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша жалпы 18 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. МЖБ-да сәттілік тілеймін.